Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз студиямызға. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Танысайық. Есіміңіз? Всем здравствуйте, господа. Меня Юджин зовут. Қасында Мәди отырғаны белгілі болып тұр ботаға. Өйткені қазақша сөйлемейді екен үміткеріміз, және Мәди қазір аударып беріп отырады. Яғни Бәріңе сәлем, менің атым Юджин деп айтты. деді. Юджин, есіміңіз ерекше екен, ұлтыңыз қандай? У тебя необычное имя. Кто ты по национальности? Я кореец по национальности. Вот у меня блогер, инфлюенсер, певец, артист. Я тиктокер. В основном тиктокер. У меня в тиктоке 20 миллионов, 29. И в инстаграме 2 миллиона и 100 тысяч подписчиков. Рахмет, Юджин, сізге көп. Бүгін Гүлшоқтар. Қош келдіңіз. Добро пожаловать. Спасибо. Рахмет, мен таңдап келгеніңізге. Спасибо, то, что выбрал ее. Енді Мәдиден бір бата алайық та, сонымен сырласу кафесіне жүрейік. Бата. Руки вот так сделай. Да, у нас у казахов есть традиция бата беріп. Давай. Тыңдар, тойда ертең бәріміз бірге отыра берік. Это пожелание. Правильно сделал. Осы әдемі батамен сырласу кафесіне жіберсе. Ерекше үміткер, ерекше Гүлшоқтармен кетесің. Кішкене таңғалып тұрмын. Өте сымбатты ер азамат екен. Бүгін просто өзім негізі асыға көңіл күйіп жоқ болып отырған ғой. Үміткерлік күтпедің демек. Я еще үміткер күтпедім, сондықтан яндай аяқ асып келіп қалғанға осындай жағдай болып тұрды. Так негізі бір ашылып сөйлессең, маған бір өте қызық адам болып көрініп тұр. Я бы хотела с ним сөйлесіп, ұзағынан жеке отырып, білгім келеді. Что за человек, про татуировки хочу спросить, что они означают деген сияқты. Орысшаң жақсы. Я жақсы. Өзім естелікте ойымды жеткізе алатындай, нан сұрай алатындай. Енді болашақта контент бойынша басқа елге барсақ дейтін болса. Ол сұрақты қойды ғой. Егер біздің арамызда барлығы серьезно кетіп бара жатқан жағдайда, я барам деп айттым.